Hello, dear student. How are you? Page 103, writing an email. Let's start from exercise number 1. Look at the photo and read Simon's email. How many places is he going to visit in Brazil? Сәлем, құрметті оқушы. 103-ші беттегі writing-ге жазылым, жазумен жұмыс жасаймыз. Бұл бетте бірінші тапсырмада бізде Саймонның Паулаға жазған хатынан бастаймыз. Осы хаттан барлық тапсырмалар шығып отыр. Сол себептен бұл хатты жақсылап түсініп алыңдар. Бұнда бір оқып шықсам, ағылшынша вариантын оқып шығайын, сендер өздерін тексеріп алыңдар. Hi Paula, thanks for your email. The photos of your dog are great. I am going to show them to my mom. She will love them. Guess what? I am going to visit Brazil for a month. I am going to go with my parents, my sister and my granddad. I can't wait. We are going to fly to Rio first. We are going to stay with Dad's friend Cristiano. Then we will drive south to a city called Paraty and we will go to the beach there. It will be very relaxing after Rio because there won't be so many people. We will stay there for a week, I think. Have you got any holiday plans? Write again soon, Simon. Енді қазақша вариантын оқып берейін. Сәлем, Паула. Хатына рахмет, итінің суреттері тамаша. Мен оларды анама көрсетпекшімін. Ол оны ұнатады. Не екенін тауып көр, мен Бразилияға бір айға бармақшымын. Онда ата-анаммен бірге барамын. Апайым мен атам. Күте алмай жүрмін. Бірінші Риоға ұшақпен барамыз. Онда атамның досының үйінде боламыз, Кристиано деген. Одан кейін көлікпен оңтүстігі Парати деген қалаға барамыз. Онда жағажай бар. Риодан кейін Парати демалуға керемет болады, себебі онда адам саны өте аз. Сонда бір апта боламыз. Сенде де осындай демалыс жоспары бар ма? Қайтадан жаз, Саймон. Бірінші тапсырма осымен аяқталды. Бұл менің айтқым келіп тұрғаны, бұл тапсырмалар барлығы we are going to оборотымен жасалынған. Бұл дегеніміз болашаққа жоспар құрған кезде айтылатын, жазылатын етістік тіркестері. Бұның формуласы to be going to. Алдыңғы сабақтарда өткенбіз, істемекшімін, солай жасамақшымын деген ойды білдіреді бұл. Сондықтан бүгінгі қазір жасайтын тапсырмалардың барлығы осы going to мен жасалынады. Назар аударып отыратын болсан. Ол болашаққа жоспар қойған кезде осы сөзбен айтасыңдар. Екінші тапсырмада read Simon's email again. What are his answers to these questions? Саймонның хатын қайтадан оқы дейді. Осы сұрақтарға ол қалай жауап береді? Where are you going to? Сен қайда барасың? Саймон айтады. I am going to visit Brazil. Мен Бразилияға бармақшымын дейді. Who are you going to go with? Сен кіммен бармақшысың деп сұрақ қойып тұр. Мен енді Саймонның атынан жауап беріп отырмын. I am going to go with my parents, my sister and my dad. Мен өзімнің ата-анаммен, апайыммен және атаммен барамын. How are you going to travel? Қалай саяхаттайсың? Firstly, I am going to fly to Rio. Then we will drive to the south city. Бірінші біз Риоға ұшып барамыз ұшақпен. Одан кейін оңтүстік қалаға машинамен барамыз, көлікпен. Where are you going to stay? Қайда боласыңдар? I am going to stay in Paraty city for a week. Парати қаласында бір аптаға қаламыз онда. What are you going to do? Онда сен не істейсің? I am going to swim and relax on the beach. Жағажайда демаламын, суға түсемін. How long will you be there? Онда қанша уақыт боласың? I will be 1 week there. Бір апта боламын. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада мына жерде бізде useful language-да тұр. Жаңағы біздің хатымыз қалай
басы қалай басталады және соңы қалай аяқталады деген. Енді осы Саймонның хатын жаз деп көрсетіп тұр. Start деген бас, finish деген соңы. Саймон осылай бастады. Hi Paula, thanks for your email. The photos of your dog are great деп басталған. Сәлем Паула, хатына рахмет, иттің фотолары керемет екен деп басталған. Соңы finish деген соңы қалай аяқталған деп тұр. Бұл жерде мен жаздым. Have you got any holiday plans? Сенде жоспарың бар ма? Write again soon, Simon. Жауап күтемін, Саймон деген аяқталып тұр осымен. 3-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада бізде жоспар жаса дейді. Қайда баратын жайлы жаңағы мына 2-ші тапсырмаға ұқсастырып жаса дейді. Сонда жасап қойдым. Where are you going to go? Міне көрдіңдер ме? Going. Барлық жерде going тұр. Ол нені білдіреді? Я, әрине, болашаққа жоспарды білдіреді. Мен қайда бармақшымын? Who am I going with? Мен кіммен барамын? Мен немен саяхаттаймын? Мен онда не істеймін? Мен ол жақта қанша уақыт боламын деп өз-өзімнен сұрақ қойып, жоспар жасап қойдым. Енді 5-ші тапсырмада осы жаңағы жоспарына сүйеніп дейді, мына сөздерді пайдаланып дейді, мына жерде 3 сөйлем тұр. Сен өзіне жоспарыңды пайдаланып құра дейді, жаз деп тұр. Writingге бұл жазылым, жаңағы Саймонның хаты секілді досына хат жаз дейді, жоспар құрып. Мен жаздым, hello дейсің де өзінің досының атын жазасың. How do you do? Жағдайың қалай? I hope you are well. Менің ойымша сенде барлығы жақсы. I am going to go on holiday to Turkey. Мен Түркияға бармақшымын демалысқа. It is my dream and this summer I plan to go there. Бұл менің арманым, және де осы жазда мен сол жаққа бармақшымын. I am really happy with it. Мен бақыттымын осымен. I go with my family. Мен өзімнің отбасыммен барамын. We are going to visit Istanbul and the capital of the country is Ankara. Мен бірінші Стамбулға барамын, одан кейін елдің астанасы Анкараға барамын. We are going to fly from Almaty. Біз бірінші Алматыдан ұшамыз and stay in Istanbul a week. Бір апта бойы Стамбулда боламыз. Then we are going to rent a car. Одан кейін біз машина жалдап аламыз, арендаға аламыз. Drive it to Ankara. Анкараға барамыз. We are going to visit sightseeings. Біз онда көрнекі жақсы жерлерді көреміз. And the historical places. Тарихи жерлерге барамыз. Go to the beach. Жағажайға барамын. We will stay there for a week. Онда біз бір апта боламыз. I am interested in Turkey food. Маған турецкий тамақ ұнайды. Қызығамын, And the crazy about Turkish films. Өте жақсы көремін мен турецкий фильмдарды. I hope our holiday will be absolutely funny and amazing. Менің ойымша біздің демалыс өте керемет қызықты, забавный болады. Looking forward to hearing from you by. Болашақта сенен күтемін, сенен бір нәрсені естимін деп ойлаймын, жауап күтемін деген секілді. Сау бол деп өзінің атыңды жазасың. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.